саламатсыз ба? Ас болсын. Саламатсыз. Есіміңіз қалай? Муниса. Жігітіңіз бар ма? Жоқ. Жігітіңіз жоқ па? Жоқ. Кімге звондай аламыз? Ағама солай. Давайте қазір ағаңызға звондап 20 мың теңге сұрасаңыз, бізге реально жіберу керек. Сол кезде сізге үстінен 20 мың және Оки Рамионның 1 айлық запасын беремін. Да, серьезно? Серьезно. Жігітмен неге сөйлеспейсіз? Жоқ. Жігітіңіз болмаған, иә? Жоқ. Алло, Тимур, тәте қалайсыз? Тәте маған срочно 50 мың теңге керек болып тұр, бере аласыз ба? 50 мың теңге осы номерге аударасыз ба? Срочно керек болып тұр. Аха, жарайды. Осы номерде. Ағаңыз күшті. Ағаңыз бай екен ғой. Жалпы беріп тұрады, иә. Да? Рамен дайындай аласың негізі? Негізі дайындай аламын, просто сабақтардың арасында қатты көп уақыт болмасын, тек бұқтырып жеп жатырмын. Негізі үйде жаңағыдай қазанды қойып, раменді салып, сырмен кәдімгідей бұқтырып, сөйтіп несем жеген жақсы көремін. Аппетитім ашылып кетті ғой. Бірақ осылай бұқтырып жеген де жақсы екен. Қандай лимонад ішіп отырсыз? Казбегидің грузинский лимонад деген груша вкуспен. Тоже бірінші рет ішіп жатырмын негізі. Андай газовый соктар жақсы көрмеймін. Осыны несе көргім келді, ішіп көргім келді. Иә, ұнады. Ет асқанда аспен дерске кетеді ғой. Көру керек. Да. Негізі ас дайындаласыз? Негізі, иә, студент болуға үйреніп жатырмын. Не салды? Уа, 50 мың теңгені аударды. Муниса ханым мені асырап алыңызшы. Сізге осындай Рамионның айлық запасы және де 20 мың теңге үстінен. Көп. Осы видеомыз сізбен түскен 1 миллион просмотр жинаса, сізге осындай Оки Рамионның тағы да бір пачкасын әкеліп тастаймын. Құрметті көрермендер, студентпіз, қолдау жіберіңіздер. 1 миллион просмотр жинайық. Қолдауларыңызды күтемін. Барлықтарыңызға алдын ала көп рахмет. Оки Рамионның Instagram парақшасынан тіркелген болсаңыз, қазір сізге тағы да 20 мың теңге аударамын. Жоқ, бірақ TikTok'та тіркелген сияқты, но TikTok кетіп тастадым просто. Өкінішке орай Муниса ханым Instagram'да да TikTok'та жоқ екен, сондықтан давайте тіркелген үшін сізге 5 мың теңге береміз. Рахмет. Тіркеліп жүріңіздер.